Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қазақ елі, амансыздар ма? Мынау біз елдегі жағдайды бәріміз білеміз ғой. Мысалы, сот жүйесін алатын болсақ, қазір Тоқаев соттың барлығын қол қойып қабылдайды және босатады. Бір-ақ адам. Ойлаңыздаршы, бір-ақ адам соттардың бәрін жұмысқа қабылдайды және босатады. Бір-ақ адам. Тағдырлар бір адамға байланып тұр да. Сондықтан олар сабын болады ғой. Біздің елдегі экономиканы өздеріңіз білесіздер, көріп отырсыздар. Енді ана борышкерлерді камера қойып көше-көшеде әр жерде ұстаған сайын штраф салады деген сондай бір өтірік расын сондай бір қиын жағдай болып тұр бұл ағайындар. Біз үндемегеннен жағдайымыз жақсы болып жатқан жоқ. Тоқаевқа кет деп айтуымыз керек. Өйткені 6 жылда 60 жылдағы көрмегенді көрсетті қазаққа. Біз Тоқаевқа кет деп айтуымыз керек. Ол біздің таңдауымыз, ол қылмыс емес. Менің президентім емес Тоқаев. Мен жеке басым. Сіздер де соны айта алуларыңыз керек. Ол қылмыс емес. Ол әркімнің өзінің құқығы, таңдауы бар. Зайырлы мемлекет. Тоқаевтың өзі айтып жатыр, жаңа естуші үкімет деп. Естуші үкімет болатын болса, үкімет бәрің отставкаға кетіңдер. Барлығын түгел. Сендер халықтың жағдайын жасамақ түгел, сендер халықтың жағдайын, онсыз да жетіспей тұрған жағдайын одан сайын құрттыңдар. Кетіңдер барлығын. Барлығын кетіңдер. Тоқаевтан бастап барлығын кетіңдер. Менің президентім емес, менің депутатым, менің министрім емес отқандар. Неге? Өйткені сендер әр күн сайын шығарған заңдарың халықты тонау, қанау болып отыр да. Сендерден ешқандай елге қайран болмайтын болса, демек біз сендерді кетіруіміз керек. Кетіңдер. Тоқаев және оның үкіметі түгел отставкаға кетіңдер. Бол, жетеді. Мына жерге келіңдер қазір, мына жерге. Ал енді сол үшін мен басымды жұтамын десеңдер, еш жаққа қашпай, мені тауып аласыңдар. Мен Шымкентте тұрамын. Мен Ахметов Марат Махметзалыұлымын. Ешқандай қиындықсыз тауып аласыңдар. Онсыз да жаңа ақтөстерің айтақтаса шауып келіп жүр күніге үйге. Мен айтатын қазақ елі, бұдан ары қарай шыдау, төзу мүмкін емес. Мен революция, соғыс емес. Кет деп айтуға шамаларың жете ма? Әлеуметтік желілеріңе салыңдар. Тоқаев кет деп. Өйткені ол кетпесе, біздің жағдайымыз жақсармайды. Тоқаевты кетіру керек болды. Сұранайық. Біздің таңдауымыз бар ғой. Сұранайық. Ағайындар. Жаңа әлеуметтік желіге әртүрлі той, би, ішкен тамақтарын сала бермей, бір қоғам үшін, отан үшін бір рет үлес қосып көріңдерші. Тоқаевқа кет деп айтып көріңдер. Көтендерің шыдай ма, қазақтар? Кәне челлендж. Тоқаев кет деп айтамыз бәріміз.